Қоғам дамуының негізгі қайнар көзі білім. Білім бұл болашақтың кілті. Сондықтан қазіргі жағдайларда білім берудің тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігі басты міндеттердің бірі. Біз білім алып жатқан киелі қара шаңырағымыз Кенен Әзірбаев атамыздың атымен аталған. Бұл киелі орда 1984 жылы ашылған. Мектебіміз Кенен атаның мұражайымен мақтанса, біз сол мектепте білім алып отырғанымызды мақтан етеміз. Мектеп ақыл мен ойдың, пайым мен парасаттың ордасы. Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсу үшін ең алдымен азаттық пен білім қажет деп, Шоқан Уәлиханов айтқандай жүйелі білімді, жүректің терең сырларын, жанның толқындарын, адам өмірінің алтын бесігі, мектептің есігін ашқан жас ұрпаққа жеткізетін тұлға әрине ұстаз. Біздің өміріміздің ең қызық әрі маңызды бөліміне алғашқы қадамды басқызған, бойымыздағы дарындылықты дамытқан мектебіміздің білімді де білікті ұстаздары. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы демекші, білім нәрімен сусындатып отырған ұстаздарымыздың арқасында оқушыларымыз барлық пәндерден, соның ішінде математика, физика және информатика пәндерінен де халықаралық, республикалық, облыстық, аудандық сайыстарға қатысып, қанжығаларына жүлделі орындары байлап жүрген жайы бар. 21 ғасырда ғылымдану және жаһандану процестеріне көшу кезінде жас ұрпақтың білімі мен біліктілігі орасан зор рөл атқарады. 22 ақпан мен 26 ақпан аралығына жоспарланған болашақ кілті білімде атты математика, информатика және физика пәндерінің онкүндігі де өз мәресіне жетті. Апталықта жоспарланған оқушылардың сыныптан тыс жұмыстары, барлық ашық сабақтар сапалы және сәтті өтті. Сағат 10:00-де апталықтың жабылуына арналған миф пәндерінің ғажайып алаң атты кешіне барша ұстаздарды шақырамыз. Сіздерді қызықты ойындар мен керемет сыйлықтар күтуде. Келіңіздер, көріңіздер.